бүгінгі тақырып өте маңызды. Ол осы тұжырымдаманы әзірлеу және сол тұжырымдаманың енді бірінші вариант деп айтуға болады. Жасалған осы біздің бүгін қатысып отырған әріптестермен бірге және қандай сұрақтар бар, осы тұжырымдаманы ары қарай қалай жүзеге асыру механизмдері бар. Сол туралы бүгін мен ойлаймын көп талқыланады. Бүгінгі таңда бұл Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университетінің базасында техникалық бағытта мамандар дайындайтын жоғарғы оқу орындарының оқу-әдістемелік бірлестіктерінің кеңейтілген отырысы болғалы тұр. Отырыстың негізгі сұрағы бұл елімізде инженерлік техникалық мамандарды дайындаудың жаңа тұжырымдамасын, оны дамыту жолдарын талқылау. Бәріміз білеміз, бұл сұрақ өте өзекті болып табылады. Өйткені еліміздің экономикасын әрі қарай дамытуда, экономикасын жаңа индустриалды бағытқа бұруда техникалық кадрлардың, инженерлік кадрлардың алатын орны өте зор. Ал өңірде барлық көпшілік индустриалды кәсіпорындар олар өңірлерде орналасқан. Сондықтан ол мәселелердің барлықтарын сол өңірлерде талқылағанды жөн деп санадық.